Адам өз даму кезеңі 3 кезеңнен тұрады да. Біріншісі, сен уақытыңды бересің, ақша аласың. Екінші кезең бар, өзгенің уақытын сатып алып ақша табасың. Үшінші кезең бар, ақшаңмен ақша табасың да. Қаржы сауаттылығындағы даму кезеңдері. Бірінші кезең ол бағандай маман болу да. Бұл жерде де жақсы өмір сүруге болады. Бұл жерде де бағандай бір қымбат көлік мінуге болады, гелик мінуге болады, басқа да көліктерді мінуге болады да. Мәселе ода емес. Мәселе уақытыңды қымбат сата алуда, сапалы сатуда. Просто мына жерде адамдар кәсіпкерлердің түсіне алмайтын жері осы кезеңде мына периодқа өтеді. Біреудің уақытын сатып алу арқылы соның уақытымен ақша тауып жатыр да. Мысалы қандай ғой, біз сүт беретін сиырымызға мейірім көрсетеміз ғой. Өйткені біз сонымен күн көріп жатқаннан кейін қараймыз, не қыламыз, базарға барған кезде де бір сапалысын сатып алуға әрекет жасаймыз ғой. Мамандар да тура солай да, енді олар бір малға теңеген емес. Олар сиырдан да төмендеп қайта бастаса еще олар өліп қалуы мүмкін деп ше. Жоқ, ол малға теңеу емес, просто ақша тауып жатқаннан кейін оларда андай нәрсе бар да, мамандарды мен байқайтын ішінде страх болады. Мен бұл компанияда қаншалықты өсе алам деген біріншісі, екіншісі бұл компанияның өміршеңдігі қанша. То есть мен бұл компанияға сеніп, мен ертең 10 жылдық рассрочкамен үй ала алам ба деген мәселе да. То есть осының басшылық негізі осы сұрақтарға жауапты сөзсіз көрсетіп беру керек деп ойлаймын. Іспен жауап беру керек. 100%.